Сәлем бітәгізгелі қадірлі достар. Наконец-то мен шықтым мында прогулкаға. Тышта оқ капецных. И қарағыд битімінде қып-қызыл сеньор помидор. Вообще меня на самом деле оқта үйрге ярамай. У меня аллергия на холод, между прочим. Вот, как только мен оқта үйргем, битім бүртіп қызарып сығара. Короче, чтобы сіздің қайықтарға хайбат болғаны үшін достар, мен сізге бүгін бір оятыз анекдот сөйлейін. Нық оятыз. Так что, егер де балаларыңыз қарап отырса, лучше уберите с экранов телевизора ваших детей. Бұл анекдотты меня испанец Даниэль едінен сөйләні. Короче, бір қатынқай яңғыды бір қыз өстірген енді. Эй, хақлап қана тегіні өстірген енді. Прямо в строгих правилах өстірген енді. Шаг влево, шаг вправо расстрел енді. Бір кімнен де ұсыраштырмаған енді. Унхеге деш тұлмайынса. Шын хәті қыздың унхеге деш тұлған екен, әсі тегіге трусик подарыткен. Әйткен екен, все қыздым, бүгін ен можеш унхеге дешін тұлды дискотекаға барыға. Кішілермен, егіттермен, қыздармен ұсырашырға деген енді. Но, ошы трусикті кейтеген енді. Трусиктің төбінде сегілген қош. Только қара, шул қошты бір кішілер, бір кімді деймәхін деген. Тегі қыдықай трусикті кейіп алған да сегілген қошман кеткен дискотекаға. Халыр таң атқан, әсәхі көте-көте тегі қыдықай yok екен де. Хан қара хаты тегі қыдықай сақ-қасақ қайтып келе екен де енді. Башында трусик еті. Соны әсәхі аптырап кеткен енді. Хану айтады енді. Что случилось? Қошты бір етейді мәлі? Деген енді. Хан тегі қыдықай айтады. Юқ, мама, не переживай. Қошты біреуді теймәні. Но ояхын, тузы зварғына. Айтады. Представляете? Это испанский анекдот, между прочим. Вот так вот. Ну, оятқы дейінде. Ну, мен бит оятқы қыздар употреблять деп өйдемәлем. Ну, зато қызық, өт. Мен же еще коллекционер не только ковров, достар, но и коллекционер картин. Бұны бит енді шарап жанмия бөлек етті. Қарағат. Ассыла санаторийда алып кәнде бір художник рисоваттан. Иксанов ММ, зима, асы. Ой, достар, вот если честно, вот санаторий ассыны вообще рекомендую от души на самом деле. Вот Беларусь районында орнашқан. Анда есть радоновые ванны. Анда нендеген ванналар yok. Вообще хаттаршап. Мне больше всего понравилось это радоновые ванны. Алар экземаны, псориазды вообще лечителер. Больше всего мне ассы санаторий понравился. Это от души. Бұны меня написать етті. Или рисовать етті. Писать етті. Написал. Или что? Ай, Алла. Нарисовал, короче. Нарисовал Айгүл келінім. Менің Айгүл келінім, между прочим, художник. Завтрак в деревне деп аталамына. Беккужина Айгүл. И ошы картинаны. Ол самолетта, әлемінде бір қибатлы багаж. Сдавать деп әпкелділер. Ең оқшаған картина, достар. Менің подписчицам подаритті. Бір қыз, 11 яшты. Представляете ма? Қарағы, несек мені рисовать еткен. Она прям передала всю мою суть. Мына қарағы. Мына вот мен ошы картинаға қарайым да и өзімді көрем. Это действительно я. Оқшандай. Вообще суперская картина. Егер де мені көрсең, dur рахмат сеңе за эту картину. Короче, әсәйдер әбияліден итеп кигәндер. Біз в основном ауылдан бетінде иттер заказывать. Вот, әбияліде ит тұра 402 хом. 460 даже? Нифига себе, прикиньте, 460 килогы говядина, әбиялілде. В основном біз бетінде алады дегені артқы бұттар. Потому что, в основном ашайбы кетлит фарш. Короче, мұна айтында әсәйдер мұнда өті. Мұна әсәйдердің күршілері өті. И мұнда хәдір өйдер тұра бетінде өті. Мұнда ана әтята бетінде өті. Шында әлік болото енер. Вообще капец болото енер. Шында туман мақнамейін өт. И шында әсәй әлік өзінің hülükтерін жібәрейін. Представляете ма? Короче, тегі ана hülük кішіге қояды кенде. И бақыр hülükтерді бетінде уже повторно қойырға ярамай. И hülüктер қуанышып, шыл болотоға рахаттанып яшайдар. Но это же ихняя стихия, болото. Hülükтердің стихия. И вот прикиньте, хәдір шу болотаны осушать еттелер да бетінде, үйдер түзінілер. Представляете? И между прочим, из-за того, что шу болотаны осушили, и үйдер түзігендер, какой-то анда подземный бір ручеек мақпырына болған, теге поменяло свое русло, и астағы урамдағы үйлерді затопить еткен. Так вот, хәдір болота нету,
И әсей хөліктерін ұнтазға ебәрі бақырдарды. Представляете ма? Вообще жалко хөліктерді. Все равно жалко лайн терілер бітінде алар. Такие, пупсики пухленькие. Кровь любит бітінде. Но все равно олар лечебные бітінде, хорошие бітінде. Лечебные было, значит, они хорошие хөлікі. Қауымығын, не қасы жөтті, не үшін отырағанда. Әлі қасып үлгірмеген бе, елден келеріңді. Мотор енді, осы зөһіра инейім. Постоянно переживать мен түшіре баштағам. Яқында түшірме, сұрыстарым көріне, мен қат көріне. Мен олай деме. Ата неше қорқан сен жаңа, мотор қыдықай біті әлі аптырайдар хине столько ес, 70 ес ехем, шанмайдар кішілер. Сейдің тұқымдары, между прочим, біті әлі еш көрінелер. Вот, Аллаха шүкір. Мен де мына күрәгіл бетінде очень хорошо сохранилось. Кім айтам я 44 яште? Нешет көлем? Жоқ, я қадақ етіп сөйлейін, шуға күлем. Хочешь сказать, что я на все 45, что ли, выгляжу? Әртіс, Ага. Меня 44 яште уже. Ух ты, понимал. Құры бульон. Ас пішіріп қоям дейін алданы. Короче, Закияға үйде yok, оказывается, әсей Закияға хөліктер артынан еберген. Представляете ма? Әсей бит бір аптекала закупаться ете хөліктер. Әсей, нинде аптекала закупаться етен әлі хөліктер ман? Хөлікіме закупается в аптеке Эскулап. Истеп қойғыз, башқа айтмайым. Эскулап деп атал. Оказывается, российская 41, мына даже әсей адресін айтты. Вот шунан алахызда хөліктер қояғыз енді өдегізге. Ол, короче, хөлікті қойған, ол өде евырдап үйрейді, өде таба ұрын. Қайда присосаться. Яқшы артам. Сонып қойырдар. Ибрахим, денген хау түсті ме? О, ярата ол вообще деньгеге инемчик қолда ойнап, қомашап. Біз мас болды енді. Қомыш мында қом хәвәт кенә тиген нема. Неше етем, онхыма. Әй оқшатты, әй шунда қалып отыра, шунда көрәк нелер алған бидре. Шуны ойнайды, шуны қолға индірген қолдан сықмай. Шуны болды. Ауына алып тесіп бармақтар. Короче, достар, әсей келенін, бір түк келенін туған күнмен құтларға ұнытқан. И представляете ма, мана әлі звонит кейне өтей. Эй, келен ти менің туған күнді ұнытқанымда ғынты. Представляете ма? Комментарийдар беріп ата. Әсейім ел хайын келеніне бүләк ете туған күніне Рәмилді. Ол айта, мен хиңеті уже ғұмырдыка бүләк іштеп қойдым. Рәмилді подарила мен хиңеті. Это я помню. А Рамиль елда, между прочим, Айгүлге йондоздар бүләк ете. Представляете? Қалай хитрыйдар әсей мен Рамиль. Алар бір-біріне оқшағандар бетінде. Неме ол? Қарағыз әлі. Дит Мороздың астына бутылка яшіріп қойғандар. Зәке қайдықына біріне. Yok, sizin doğan kötü o, sizin puanla. Мен үйдәні менде Зәкеға уже хөліктер артынан кеткен. Жегіп соламыз да қазір емелеміз, сүрік соламыз. Қалай, мутный, одай аталары. Қазір қоштырамыз мен бит, аптекті алып келді. Көп бітіра Зәкеға? Хөлік? Есеплемеді. Есеплеймеді. Мен Зәкеға алып үшін 120 берілер. Скидка мұнан бергенде Зәкеға. Қайраққасан несек ұттанылар кесіп таңдарым Әм кезін текерелерім Қайраққасан несек ұттанылар кесіп таңдарым Әм кезін текерелерім Там етіп тек тұрғыншы не демәді? Сухарь қыздырып алдым, әпе алып қайттым. Әйда, бірінші мен өйден тезі. Шунан хәзір біз қайтып ендік бетінде, қайтып енген шөті таштан оқ. Күйген жеп сұра, келіп ине алдым да духовканы астым да қарап едім, духовка буш, тавахала жоққады. Негр сухарилар сен қоған әсей қайтуға. Бәлдеп келе, сен сухарь пішегенсің. Қайдып, ең бірінші іші алына шарап қойдым. Шунасы балай түйізіп, бұл мен бетіп ішеді. Ис басында тегілер болып шып кеттім. Теплицаға онда бетіп, әпәт ис болады. Қорға күнден. Сухарины қарға қойып қойған Зәкеға. Егі сықмаған деп. Ярай, пока. Пока. Ау бол, бай бол. Ау бол. Еднайға сәлем айтын. Гара. Мен Еднайдың анекдотын хейдадым теге. Қоштар тұрғанда. Қоштар ояғы. Подписчиктарыма. Ярай, Еднайға көбетім сәлем. Имен хау қайты бетерге. Давай, пока.
Әсейден картоп сұрап алдым. Әбиелі картофы, прикиньте. Шунда виш үстеребез картофаны. Зәке ағайдың гаражында идеальный порядок, достар. Мен сізге уже көрсеткенім бар. Бында все чики-пуки-чики. Все на своих местах. Альберт, мына әбиел бәрәңгесін аша қойт один раз в жизни. Шишменеки. Оказывается, шишменеки екен, әбиелдікі түгел. Вот әсей итеп қайтқан. Бір бот. Я мен анда картоп. Альберт, иди көтіп көтерек, Альберт. Sen birini orta. Yok, müsait Нормально mı sen? Hayır. Ağır mı? Нормально. Aksa verdin mi sen? Sen dedim. Yani. Керек бермей творог, ашамай творог be. Ya. Yok, пошли, Караевский, Латурский, там. Şu vakit yok. Салям, Иташтар. Все вы знаете, что я купил трава береза. Yanmagan bütün satın altına. Мунсаны 5-6 saat yanarız. Вообще, bütün de geleydi. Şuna, может, подписчиктарға кім дәрс алса, мен любой районнан готов оплатить Перевозку. Перевозку. Қоры ұтын керек. Қоры әлі мәбіл ташабылар. Сухостой. Главное, чтобы қоры болсын. Нық құры отын керек бізге. Меня языға сұрды. Милюша бар оқымай. В смысле, мне всегда отвечаю на сообщение, зачем так говоришь? Просто миллион сообщений, я не себе рисунку вытирала, что ли? Кімдер хата қоп құры отын, за перевозку бітуләйбіз, отынға ала төләйбіз. Мына автосылка Альберттіқін қалдырдым, шул аккаунтқа ядығы, зинхар үстін достар. Потому что біз мына шул еуіш отын мінен, мокрый отын мінен, замучились просто-напросто. Бессойсыңдар, хаман ерің үйе бізге шындай отын хатқанға. Еще сухой деп хаттар, анадан шынды күріктәм сәсей баштан. Достар, мұнсаяқты қаррақаттан өттіріп, мұнса түшәбіз. Қайнамдарда мұнса түшәбіз деп вообще олай деп айтмайдар, біләкін мен деп айтарлар. Мұнса керәбіз дейдер. Мен вообще әлік аңдамай тұрғайым. Думаю, что не говорят, несек мұнса керелер екен? Мұнса түшәбіз бола бетінде. Шайт деп ойлай тұрғайым. Ну вот, оказывается, түрлі яқтарда түрлі сайталар екен. Міне осы отынның міне бір неше штуғы құры. Теге мен газель кигез қарадым да үстінде құры бар екен деп. Ойладым, бүті отын құры. Ол тезгіне бошатта самасы қуасты. Қалған отын жүгіш екен, оказывается, теге яңғана кесілгенде жарылған. Құры отын міне, мұны қосаттан 2-3 штук міне сего. Она еще хауаға. Қана суын ғып даже анымда. Что теперь делать? Ничего не делать не. Кто тебе звонит там? Она любовница звонит. Кем? Любовница. Я решили любовницу. Не мал моя. Она ташлады. Алло? Алло? Здравствуйте, любовница. Дурак такой. Короче, ипташтар, Милюшаның подписчики не только звонят мне, они много пишут в WhatsApp-та. Меня бүгін, допустим, таңғы етілем екен. Таңғы етіле? Язы бергенler. Алмысыз, Милюша апай. Мен сіздің подписчисы, сіздің творческий би ұқсай. Менің сізге бір предложение бар. Мен видеолар снимаю про свой деревенский жизнь, про животных. Но блогером стать не хочу. Мне кажется, менің видосы интересные. Могу продать их, если так можно. Мен там, здравствуйте, мы видео не покупаем деген. Орай деген, шuna мен осыны видео берген. Кезеп сен ашай. И все, что ли? Ну вот, видео, они снимать про животных, я хотел нам продать его. Просто жай гайр бағып тұрама. У меня появилась тут новая мысль. Мен решила обшить мына ошо стены гарбыльмен. Потому что бір мұнсаға барғайындық. Ағасты тегі прямо тышыман шап тегі сығарғандарда пилорама шабыты. И весь мына ошо стеналарды обшивать еткенде шу гарбыльмен. Вы бы знали, достар, как это круто смотрится. Вообще, на самом деле, такой дизайнерский, мега крутой проект келіп сыққан. Еме вообще оқшаны. И сейчас мен хадыр тоже хочу bütün стеналарды шулай обшивать тұрған. Но бұндағы нейдарды снимать мейбіз. Немелі вагонкаларды снимать тұрмайды. Прямо тышынан хотим дебәргейінді. И потом азырақ кіне ялқас, обратно снимать деп ойлай берейінді. Әлеке біз мұнсаларды іштегенде, біз мұнса ташын яйны Нуриман райында Сарва теген ауылдайынды. Сарва теген елғанан.
бара алайын бирин зур газель боло турган ушул зур газель бара алайын өтө яховай полный почти газель жеп кайта турган ал эми конечно полный газель турган энди мусага yeterdik yeyip akıtaydı. Aslında, ha? 5-6 mısal şeydi. 5-6 mısal taşı yani. Kurup kaldık taşta Leroy Merlin'de hatıla нормальный sulhakka taşlar. Biz начали Leroy Merlin'den alalım. На самом деле, мы такие сын елгалардан еган таштарда таштар, они отличаются от вот этих камней, которые продают в Leroy Merlin. Хотя на самом деле Leroy Merlin'de тоже елган таштар елғана, искусственный таштар түгіл детімді. Мына сарва елғана елған таштар, вообще матур бар емес өтеклем, төстері матур. А бұнда какой-то бір серый элемент таштар, такое ощущение, что, білмеймін, с одной грядки вылупились, какой-то бір невзрачный елғана. Поэтому үйдің елған таштар, конечно же, етіне. Елғасынан только только елғасынан. Усные таштар. Усные таштар. Как будто мы какие-то специалисты по ташам. Мынау казенде бит энди буляк кеткен Эльвина 100 сагатыгы голая правда рубрикасына келген караганда мындай матур гана мени декор мактофтар утуртуп койду. Вообще такая красота, ушундай корзинка и мында тиги метрушкалар, мята, ушундай зверобой, ушундай немендей гана буляндар ойында вообще көп буляндар. Ошо матур гана болуп, азыр мына ушунда мусанын предбанияында отура.